Сәлем баршаңызға. Майонезсіз жасалатын тойымды әрі ең дәмді салатты бүгін сіздермен дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қонақ дастарханға өте керемет идея. Алдымен барлық қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Етті өзіңізге қажет мөлшерін пісіріп аламыз. Барлық көкөністерді жуып кептіріп аламыз. Ең алдымен тұздалған қиярымызды тураймыз. Тұздалған қиярдың орнына корнишоны қолдансаңыздар, дәмі ерекше болады. Өте тез дайындалатын, оңай дайындалатын тойымды салат. Бірден салат араластыратын таза ыдысымызға саламыз. Одан кейін балған қиярды тураймыз. Ендігі кезекте піскен етті тураймыз. Салатқа қажетті ингредиенттерді өз қалауыңызға қарай көбейтіп, азайтсаңыз болады. Етті осылай жұқалап, жапырақшалап, турап, содан кейін үстінен саламыз. Ендігі кезекте қызанақты турап аламыз. Болгар бұрышында өзімізге ұнайтын формада турап аламыз, жұқалап. Келесі кезекте жуып кептірілген салатный листьяны тураймыз. Үстінен балғын кинза саламыз. Содан кейін чеснок саламыз. Қызыл пиязды жұқалап турап аламыз алдымен. Содан кейін ыдысымызға салқын су құйып, үстінен уксус қосып аламыз. Екеуін жақсылап араластырып, соның үстінен жаңағы туралған пиязымызды салып, осылай мыжып араластырып аламыз. Пияздың барлық суын төгіп тастаймыз. Салатымыздың үстінен пияздардың барлығын саламыз. Содан кейін үстінен дәміне қарай тұз, паприка қосамыз. Сонымен қатар дәміне қарай қара бұрыш пен соя тұздығынан аздап қосамыз. Ең соңында зәйтүн майы немесе қыздырылған сұйық май қосамыз. Қолымыздың көмегімен қатты баспай, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 15-20 минуттан кейін тарелкаға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Міне салатымыз дайын болды. Өте дәмді, балғын, аппетитный болып шықты. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.